Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде математика сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ұшақпен ұшамыз, бүтінді және бөлікті салыстырамыз. Жол бойынан нені көруге болады? Бүтін және бөліктер. Сабақ бастамас бұрын шаттық шеңберін құрамыз. Біз бақытты баламыз, оқып білім аламыз. Әріптерді үйреніп, білімді бала боламыз. Енді кітапты ашып, тапсырмаға қараймыз. Бірінші тапсырмада шаршы пішінді қағазды суретте көрсетілгенде бүкте. Әр кезеңде неше бөліктен шығады. Біз қағазды бүктегенде бірінші бөлігіміз бүтін дейміз. Одан кейін ортасынан қақ бүктесек, онда бұл бізде жарты болады. Егер де жартыны тағы да бүктетін болсақ, онда ол бізде ширек болады. Осылай қағазды бүктеп көреміз. Одан кейін келесі тапсырмада торғыз бойынша қайталап сал дейді. Мына жерде бізде ұшақтың суреті берілген. Осыны астында нүктелені басып отырып, ұшақты қайталап суретін саламыз. Үшінші тапсырмада шаршыны қиып, фигураның кез келгенін құрастыр дейді. Мына жерде бала біз қағаздан ұшақты немесе тікұшақты құрастырып жапсырамыз. Енді келесі тапсырмада бізде дөңгелек қандай бөліктерге бөлуге болады? Бөліктерді ата дейді. Бұлда балар жаңағыдай, біз жаңа төртбұрышты бөлсек, бұнда енді дөңгелекті бүктеу арқылы бөлеміз. Тұтас дөңгелекті бүтін дейміз. Ортасынан бөлсек, бұл бізде жарты дөңгелек болады. Оны тағы да бүктесек, бұл бізде ширек дөңгелек болады. Екінші тапсырмада ауылға бара жатқанда жол бойынан нені көресің? Бүтін фигураларды бір түспен, ал бөліктерді басқа түспен боя дейді. Мына жерде бізде әтештің, балапанның, гүлдің, мысықтың және тышқанның бейнелері берілген. Осылардың ішіндегі бүтін бөліктерден жасалған фигураны бір түспен, ал бөліктерді басқа түспен бояп шығамыз. Одан кейін келесі тапсырмада оны қандай дөңгелек бөліктерінен құрастырған айт дейді. Суретке қараймыз. Бізде бірінші суретте бізде жарты дөңгелек байланған, ал екінші суретте ширек дөңгелек байланған екен. Төртінші тапсырма. Вагонға әжесі, анасы және немересі кірді. Олар 3 орынға қалай жайғасуы мүмкін? Рөлге бөліп, достарымен практикалық жұмыс жүргізеді. 3 орындыққа біз әжесін, анасын және немересін алма-кезек отырғызып көруімізге болады екен. Олар қалайша, басқаша қалай отыруы мүмкін? Өз нұсқаның суретін сал дейді астында. Осы тапсырмаларды орындап болғаннан кейін біз дәптермен жұмыс жасаймыз. Дәптерге мына есептерді орындап жазамыз. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.